Баяғы заманда бір ауылда ата мен кемпір өмір сүріпті. Екеуі өте қарқор адамдар екен. Үйінің жанында кішкентай ғана бақшасы болыпты. Сол бақшаға ата түрлі көкөністер егеді екен. Күндердің бір күні ата шалғамның тұқымын егіп қояды. Ол күнде ертемен тұрып, жерді қопсытып, суарып, күтіп баптайды. Уа, мына шалғам қандай үлкен болып кеткен. Енді оны жұлып алу керек. Кемпір, кел, маған көмектес. 1, 2, 3, тарттық! Біз жалғыз емес, біреуді шақырайық. Немерем, келші! 1, 2, 3! Бұл шалғам өте күшті екен. Күшігім, кел, көмектес! Тарттық! Енді не істейміз? Мысық, кел, бізге көмектесес! 1, 2, 3! Шықпайды. Ең соңғы көмекшіміз қалды. Тышқан, кел бізге көмектес. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. 1, 2, 3! Міне балалар, жалғыз адам ешқашан үлкен істі орындай алмайды. Бірлік болса, алынбайтын асу жоқ. Иә, бірлік бар жерде береке бар. Мен енді әрқашан көмектесемін. Сол күннен бастап бұл отбасы бұрынғыдан да тату болып, әр істі бірге атқаратын болады. Бірі қиналса, бірі көмектеседі. Иә, дұрыс. Бірге болсақ, жеңеміз. Сөйтіп, біз бақытты өмір сүріп жүрміз. Осы оқиғаны жиі еске аламыз. Ең үлкен күш бірлікте. Иә, бірлікте.